Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін желтоқсанның 9-ы сейсенбі. Хабардан сіздер: Үкімет басшысы Заңдың шатыры өткен жұмада Улан Батыр қалалық кеден басқармасында жұмыстады. Үкімет басшысының орынбасары мемлекеттегі төтенше комиссияның басшысы Қанхұйық төтенше жағдайлары бас басқармасының қызметкерлерімен және басшылығымен кездесті. Бүгін 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні. Өлге сұмнында мал санағы жүрілуде. Керемет мебель өндірісінен ақпарат. Алтай сұмынан сайланған аймақтық азаматтар өкілдер құрылымының депутаттары тұрғындармен кездесті атты тілші репортажы. Тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтарымен бастаймыз. Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру және көпшіліктің қатысуын қамтамасыз ету мақсатында бүгін 11-11 орталығында кеден ұйымындағы заңсыз және әдепсіз әрекеттер, әкімгерлік қағазбастылық туралы дәлелді ақпарат алу үшін арнайы желі ашылды. Қоғамда әділеттілікті орнатып, байлықты ұрлау мен сыбайлас жемқорлықпен, лауазымдық қылмыстармен күресті күшейту мақсатында үкімет арнайы жұмыс тобын құрған еді. Осы тұрғыда кеден ұйымында жүргізілген бақылау тексерулер арқылы қылмысты жағдайлар анықталды. Осыған байланысты үкімет басшысы Заңдың шатыры өткен жұмада Улан Батыр қалалық кеден басқармасында жұмыс істеп, бүгіннен бастап аталмыш желіні пайдалануға шешім қабылдады. Орталыққа келіп түскен ақпарат күн сайын жинақталып, үкімет іс басқармасында сарапталып, үкімет басшысына таныстырылатын болады. Қажет болған жағдайда дәлелді ақпарат негізінде құқық қорғау ұйымдары жұмылдырылмақ. Азаматтардан алынған ақпараттың құпиялылығы сақталып, ақпарат көзі заңға сәйкес қорғалатын болады. Кеше үкімет басшысының орынбасары мемлекеттегі төтенше комиссияның басшысы Қанхұйық төтенше жағдайлары бас басқармасының қызметкерлерімен және басшылығымен кездесіп, ұйымның қызметі, саясаты, құрылымы, ұйымдастырылуы, күш-қуаты, сыртқы байланыстары, апаттан қорғау саласында жүзеге асырылып жатқан жобалар, алдағы жұмыс жоспарларымен танысып, тапсырмалар берді. Төтенше жағдайлары бас басқармасының бастығы генерал-майор Әрімбұйын үкімет басшысының орынбасарына төтенше жағдайлар басқармасының бюджетін қысқартусыз толық бекітуге атсалысқан үшін алғыс айтып, салада атқарылуы тиіс бірінші кезектегі міндеттермен таныстырды. Мәселен, апаттан қорғау туралы және мемлекеттік қор туралы заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заң жобаларын осы жылға сыйыстырып, үкімет мәжілісі мен мемлекеттік құрылда талқылату. Төтенше жағдай бөлімшесі мен бірлігін жаңартып бекіту туралы үкімет қаулысын жедел түрде бекіттіру қажеттігін айтты. Сондай-ақ ол үкімет отырысында Моңғол елінің апаттан қорғау жоспарын талқылауға және бекітуге дайындық жүріп жатқанын жеткізді. Өз кезегінде Қанхұйық заң жобалары бойынша қосымша зерттеулер жүргізуге, ұтымды құқықтық жаңартулар жасауға және осы саланың мүмкіндіктерін арттыруға назар аударуға ниетті екенін атап өтті. Кездесу барысында ол төтенше жағдайлары бас басқармасының жанындағы жедел басқару және ақпарат орталығының, табиғи апаттарды зерттеу ұлттық институтының, төтенше жағдайлары бас басқармасының жедел штабының іс қызметтерімен танысты. Биылғы жылдың 30 қарашасындағы жағдаймен еліміз бойынша 4974 қауіпті оқиға мен апат орын алып, төтенше жағдайлар ұйымының қызметкерлері 4272 адамды құтқарып, 423 миллиард төгіріктің мүлкін қорғаған деп хабарлайды Монцаме агенттігінен. Франция Республикасының құқық қорғау ұйымдары 2013 және 2015 жылдары
тәркіленген динозаврлардың қалдықтарын Моңғол еліне тегін тапсырды. Актіге қол қою рәсімі кеше Парижде өтті. Францияның құқық қорғау ұйымдары бұл қалдықтардың Монғолиядағы Қоп шөлінен табылған динозавр қалдықтары екенін анықтаған. Қол қою рәсіміне еліміздің мәдениет, спорт, туризм және жастар министрі Ундрым, Францияның мемлекеттік қор және іс қызмет министрі Амели де Мончалин және екі тараптың ресми өкілдері қатысты. Мамандары Монғолияға тапсырылып жатқан 29 қазба топтамасының ішінде 70-тен 65 миллион жыл бұрын Моңғол елінің Қоп шөлінде өмір сүрген тарбозавр, терапод, орнитомозавр және гидрозавр сияқты ғылыми маңызы зор динозаврлардың тасқа айналған сүйектері бар деген қорытындыға келді. Жоғарыда аталған жәдігерді елге қайтару жұмыстары 2016 жылы басталып, екі жақтың тиісті ұйымдарының ынтымақтастығы нәтижесінде түбегейлі шешілді деп хабарлайды Мәдениет, спорт, туризм және жастар министрлігінен. Бүгін 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2003 жылғы 31 қазанда жыл сайын 9 желтоқсанды халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні ретінде атап өту туралы шешім қабылдады. 2003 жылы елдердің басшылары Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясына қол қою үшін Мексиканың Мерида қаласында мәслихат өткізді. Жоғары лауазымды тұлғалар қол қойған бұл күнді Біріккен ұлттар ұйымы ресми түрде халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні деп жариялады. Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні елімізде 19 жылда атап өтілуде. Яғни Моңғол елі Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясына 2005 жылы 27 қазанда қосылған тарихы бар. Жемқорлықпен күресу басқармасы 2019-дан 2025 жылдары 11.006 сыбайлас жемқорлық қылмысын тергеп тектеу барысында 3,3 триллион төгрікті қайта төлетіп, мемлекет бюджетіне шоғырландырды. Жемқорлық салдарынан шетелде ұрланған активтерді қайтару жұмыстарының нәтижесінде елге 13,9 миллион ақш доллары қайтарылды. Сыбайлас жемқорлықтың себептерін жою және оның салдарын азайту бойынша кешенді шараларды көздейтін Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы бүкіл әлемде сыбайлас жемқорлықпен күрестің негізгі құралы болып саналады. Және оған қосылған елдер бұл күні халықтың үнін тыңдап, конвенцияда көрсетілген міндеттемелер туралы хабардар етуді мақсат етеді. Аймақ жаңалықтары. Жыл соңының мал санағын ұйымдастырып жүргізуге байланысты аймақ әкімінің арнайы өкімі шығып, барлық сұмындарда мал санағы жүрілуде. Ал Өлгей сұмыны әкімінің де өкімі шығып, желтоқсанның 7-сінен бастап барлық бақ басшылары мен әлеуметтік қызметкерлері осы шаруаға кіріскен. Бұрындары адам және мал санағы деп қабат жүрілетін болса, соңғы жылдары жыл аяғында тек мал санағы ғана өткізілетін болған. Сондықтан тұрғындары малдарын нақты санатып, түнгі уақытта иттерін байлап, санақшылардың жұмыстарына мүмкіндік жасаса дейді Өлгей сұмын әкімі іс басқармасының бақтарды жауаптанған жұмыс тобының бастығы Оңғарулы Емшібай. Бүгіндері мына ел көлемінде жыл аяғының мал санағы осы міне 7 күннен басталып жүріліп жатыр. Осыған байланысты Өлгей сұмын көлемінде істелген шаруалар жайында мәлімет бере кетсем, аймақ әкімінің 2025 11 айдың 28 күнгі троп 877 үкімі шыққан аймақ әкімінің барлық сұмындарға жыл аяғының мал санағына дұрыстап ұйымдастыру туралы үкімі шыққан. Осыған байланысты Өлгей сұмын әкімінің 2025 жыл 12 айдың 4 күнгі троп 309 үкімі шыққан мал санағын ұйымдастыратын жұмыс тобы құрылған. Осы жұмыс тобының бастығына мені тағайындаған. Осы бойынша жұмыстар жүріліп жатыр. Атап айтатын болсақ, баққа жаңа бақтың әкімі менен бақтың әлеуметтік қызметкерлері шықты. Осы міне 7-сінен бастап санаққа. Мынау болғанда мал санағы.
Бұрындары болғанда мынау адам санағы, мал санағы бірге жүрілетін, енді соңғы жылдары мына адам саны деген санақ деген нәрсе жүрілмейді. Кейбір азаматтар оны сұрайды, біздің үйге бармады, малымыз жоқ болса да біз адамдар санамады деген сияқты сондай реніш, өтініш дейміз бе, мысалы сондай бір пікірлер айтылады, бізге келіп айтылады. Но негізінен мал санағы, бұл адам санағы болғанда жаңағы барлық нәрсе қазір компьютер болып кетті ғой. Компьютерде балаңыз туған болса тура тіркеу орнынан бізге жіберіледі, сол бойынша тіркеледі. Басқа жақтан жаңа бір сіз бір келін түсірген болсаңыз, оның сомынан қосылып біздің сомынға тіркеліп, ода жаңағы компьютерге бақтың тіркеуіне электрондық жүйеде кіріп тұратындықтан адам санағы жүрілмейді, мал санағы ғана жүрілетіндігін ескерте кетейін. Мал санағына байланысты бұрын адамдар көп топ болып бөліп жүрдетін, ол кезде жаңағы адам санағы қосымша жүрдетін. Қазір бір бақтың әкімі, бақтың әлеуметтік қызметкері екеуі ғана, осы екі адам ғана бір бақта ұйымдастырады өлкө түбінде. Бізде болғанда бұрындары мына мал санатқан адам отбасы саны өткен жылы 1616 семья, 54.737 басты мал санатылған. Енді бұл сан биыл қосылама қосылама енді санақ біткеннен кейін шығады, негізгі есебі. Сондықтан жаңа мал санататын адамдар, әсіресе жаңадан мал санататын адамдар бақтың әкіміне хабарласып, осындай менің санататын малым бар еді дегенді айтпасаңыздар, жаңа бір бақта 800-ден 1000 отбасы бар. Оның бәріне мына 10 күн ішінде жүріп кіріп шығады деген ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан бұрынғы мал санатқан адамдарға үйлеріне кіреді, одан кейін жаңадан санатам деген азаматтар болса, бақ әкіміне негізі айтқандарыңыз дұрыс. Екіншіде, мына санаққа байланысты кешке жақын қараңғыда таңертең жайрақ шығады. Енді таңертең біздің адамдар өзі 10-сыз тұрмайды ғой, 10 сағат деп шығады. Кешке 10 сағатқа дейін жүрілетіндіктен иттеріңізді жақсылап, байлап, келген санақшыларға құрметпен қарап, дұрыс мәліметтеріңізді берсеңіздер деген сияқты пікіріміз айтқымыз келеді. Адамдардың кейбір аймақ түбіне мал ұстайтын мүмкіндік жоқ қой, мысалы. Көбі қырсымында. Сондықтан қырсымынға санататын адаматтар қырсымынан санатыңыздар. Мысалы, жаңа баға әкіміне айтып санатып, екіншіде сол қырсымынан қағаздарыңызды алдырту керек. Тәбуіл дейді ғой, бізде енді қазақша не дейміз енді? Тәбуіл малдың қағазы деген сұмындардан Емшібайдың қорасында Бәленбайдың 10 сүйері, бір жылқысы деген сияқты, тұр деген сияқты қағаз беріп өтішті. Сол қағаздар алдырсаңыздар, о да жаңағы сіздің мал санатқаныңызға, біздің санақ істегенімізге жеңілдік болады. Осындай нәрседе ескертіп, мал санағына дұрыстап қатысып беріңіздер, малдарыңызды дұрыстап санаттырыңыздар. Ертең күні үкіметтің статистикалық сан цифрына байланысты болған, екіншіде ертең күні қандай бір жұт болса, қандай бір жаңағы көмек берілетін болса, сіз жаңағы мал санатпасаңыз ала алмай қаласыз. Шөп берілетін мүмкіндік болады, кебек берілетін жағдай болады. Сол кезде малы бар азаматтарға беріледі. Кейбір азаматтар менің малым қырда тұрған, санатқам жоқ, шөп алам деген сияқты әңгіме көп шығады. Сондықтан осыны ескертіп, өздеріңіздің малдарыңыз болса, өздеріңіз аттарыңызды жақсылап санатып, белсенді қатысып беріңіздер дегенді айтқым келеді. Өлгей сұмынында мал ұстайтын адамдар болса, малдарын санаққа толық қамтыту қажет. Малын толық санатпаған жағдайда қандай бір малдың жұқпалы ауруы шықса, вакцина жетіспеу, сондай-ақ жеңілдікпен жем-шөп тарататын жағдайлар кезінде қиыншылықтар туындауы мүмкін екендігін мамандар ескертеді. Соңғы күндері тұмау және тұмауға ұқсас аурулар санының күрт өсуіне байланысты аймақтық денсаулық басқармасының мамандарымен бірлесе отырып, біріккен аурухана басшысының орынбасары Жәнібек бастаған топ тағайындалып, бұл топ тәулік бойы дәрігери байқау жүргізіп, жауапты кезекші тағайындап, бақылау мен бағалау жұмыстарын ұйымдастырып, байқалған мәселелерді анықтап шешім қабылдауда. Қазіргі таңда балалар бөлімшесінде 72 бала емделуде. Амбулаториялық байқауға күніне 100-ден кем емес бала қамтылып отыр. Сондай-ақ кешкі уақытта 80-нен 120 балаға шұғыл дәрігери көмек көрсетілуде. Денсаулық министрлігіне балалар бөлімшесіне қосымша 50 төсек орын және балалар бөлімшесіндегі негізгі төсектерге қосымша 100 төсек қосып, жұмыс күндері 8 дәрігер мен 15 дәрбике, демалыс күндері 2 балалар дәрігері болуын, отбасылық денсаулық орталықтарының дәрігерлерін ұзартылған жұмыс сағатымен жұмыстату туралы өтініштер жолданды. Балалар бөлімшесінде кешкі уақытта 2 кезекші дәрігер үздіксіз көмек даяшылық көрсетуде. Қажетті дәрі-дәрмек пен дәрігери құрал-жабдықтар сатып алынып, тұмау мен тұмау тәрізді ауруларға арналған құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілді.
Ал маманды дәрігерлер тыныс жолы инфекцияларының алдын алу бойынша халыққа ақпараттық насихаттық жұмыстарды жүйелі түрде жүргізуде. Емдеуден гөрі алдын алу жақсы болмақ. Тұмаудан бірге сақтанайық деп хабарлайды аймақтық біріккен ауруханадан. Соңғы жылдары заман талабына сай әр салада іс-қызмет атқаратыны шағын және орта өндірістер көптеп құрылып, аймағымыздың өркеніне өз үлестерін қосуда. Жылдан жылға адамдардың талғамы да өзгеріп, заманауи үй салумен қатар үй жиһаздарын жаңалауға көшуде. Кейінгі жылдары аймағымызда мебель өндірістерінің саны артып, тұтынушының талғамына сай мебельдің түрін жедел әрі сапалы түрде жасап беруде. Сондай өндірістердің бірі Өлгей сұмынының 4-ші бақ аумағында орналасқан керемет шағын мебель өндірісі. Шәрімханұлы Нұрболат басқаратын бұл ұжым 2017 жылдан бастап халықтың сұранысы бойынша үй жиһаздары, басқа да ауыл ұйым мекеме құрылыстарға қажетті мебель түрлерін жасап даяшылық көрсетуде. Бұл өндірісті құрудағы мақсатым халықтың кәдесіне жарайтын үй жиһаздарын өндіріп, өзімнің білетінімді басқаларға үйретумен қатар, жұмыссыздықты азайтуға да септігімді тигізейін дегенім еді дейді өндіріс қожайыны Нұрболат. Мебель өндірісін жұмыстатуға енді 2006 жылдан бастап істегем Қазақстан елінде. Сонымен 2017 жылы өзіміздің өлгейге осы өндірісті бастап ашқам. Мақсатымыз халықты жақсы сапалы өнімдермен қамтау және де жұмыссыздықты азайту деген мақсатта ашқанбыз. Материалдар бізге көбінде Орыстан келеді, Солонгыстан келеді, Ұлан-Батыр қаласынан аламыз, Европадан келеді материалдар бар дейді, оларды аламыз. Негізі сандары түрдері көп олардың. Негізі көбісі бізге Ұлан-Батырдан келеді, Орыстан келеді, Қытайдан келеді. Тек қана үй жиһаздар бізде, шкафтар, ас үйдің шкафы, жататын бөлменің шкафы, есік алдының шкафы, телевизордың маңайының шкафы деген сияқты. Тек қана шкафтар әртүрлі. Біздің компаниямызда қазіргі жағдайда ұзын саны 10 кісі бармыз, өзімнің қосқанда. 10 адам жұмысты болдырып отырмыз. Сұраныс қазір жақсы, өйткені біздің өлгейіміз өркендеп келе жатыр, өсіп келе жатыр, адам саны да көбейіп келе жатыр. Пәтер үйлерде көп түсіп жатыр. Ауыл үйлерде көп жаңадан жаңартып үйлерін жақсартып салып жатыр. Соған байланысты соған тарылтып, бүкіл нәрсесін дайындап береміз, істеп береміз, сапалы адамдардың қалауы бойынша деген сөз ғой. Орыстан, жақтан дайын мебельдер келеді, олардың әкелген салған үйінің ана жеріне тармай қалады, мына жеріне тармай қалады деген сияқты. Ал біздің ерекшелігіміз болғанда соның бәрін тарылтып, үйінен барып өлшемін алып, қалау бойынша өлшемін алып, жаңағы 3D жобасында суретін сызамыз. Ол біткен соң апарып орнатып, 100% бітіріп береміз деген сөз. Мебеліңіз тек қана диспеден жасалады. Диспенің неше түрлері бар олардың да. Жаңағы емдеп материал дейді, диспе дейді, акрил дейді, UV қаптын дейді деген сияқты. Түр бар, оның да ішінде сапалысы бар, сапасыз бар деген сияқты. Ішінен таңдап ең сапалы материалдармен істеп тұрмыз. Өзіңіз осы басқарып отырған шағын өндірісіңіз енді мынау мемлекет тарапынан жаңағы шағын және орта өндірісті дамыту қоры деген болады. Осыдан берілетін қарызға қамтылып көрдіңіз бе? Жергілікті дамыту қорының қарызы дейміз бе? Басқадай жобаларға қамтылдыңыздар ма? Біз өз басымыз ондайға қамтылып көрмедік. Өйткені бізге ондай мүмкіндік болған жоқ. Біріншіден, екіншіден біз болғанда бізді керісінше банктер қолдайды деген сөз ғой. Банк арқылы кішкене несие аламыз, жұмысымызды алға жүргіземіз. Осымен дамып келе жатырмыз. Ал қалған өзіміздің күшіміздің сөз. Үкіметтен ешқандай жеңілдік қамту, андай ештеңе алып көрген жоқпыз. Сол банкіден несие алу арқылы осыны аяғынан тұрғыздым деген сөз ғой енді осы компанияның. Негізі солай десе де болады. Осы өндіріске қызметке орналасқаныма көп болған жоқ. Мұнда менеджер болып жұмыстаймын. Қазіргі заманда барлығы аспаппен істелетін болды. Біздің ұжым жедел әрі сапалы өнім жасап, халыққа даяшылық жасауда дейді менеджер Ерболат есімді азамат. Мебельдің өндірісіне кіргелі 2 ай болды. Мамандығым дизайнер және осы мебель өндірісінде менеджер болып іс қызметін атқарып жатырмын. Компьютер медиа технология жағына болғанда жақын жүргендіктен бұл жұмысты игеруге бір қиыншылық болмады. Қазір болғанда заман көп дамыған. ChatGPT, YouTube деген сияқты әртүрлі интернеттік құралдарды пайдаланып, жедел үйренуге болады. Сондықтан болғанда әзіргі жағдайда компьютер саласынан жиһаздың дизайнын шығару жағынан болғанда ешқандай қиындық
туындап тұрған жайт жоқ. Ал енді бір кездер Россиядан, Қытай елінен бір көлемдегі өндірілген дайын мебельдер келетін болса, енді қазір біздің аймағымыздың халқы өзінің үйінің кеңістігіне сәйкес өзінің таңдаған материалымен, ұнаған материалмен тағы да жаңағы өзінің үйін сәндендіретін, жиһазбен толтыратын толық мүмкіндікті болған. Жұмыс барысында қиыншылықтар кездеседі, енді бұл бірең сараң, енді үнемі қиыншылықтағы кездесіп тұрмай, жаңағы электр желісі үзілу деген сияқты. Электр үзілетін болса, жаңағы біздің өндірісіміз жаппай электрмен жұмыс істейді. Техникалар, жабдықтар болғандықтан олардың барлығы тоқтайды. Тоқтаған жағдайда болғанда жаңағы біздің өндірісіміз тоқтайды. Сондықтан тоқ үзілетін жағдайда болғанда біздің өндірісімізге қиыншылық туындайды. Тұтынушылар тарапынан наразылықтар болады дегенде анда-санда болып тұрады, бірақ біз бар өлшем алғаннан бастап мебельдің суретін 3D жобасымен мебельдің суретін шығарғанға дейін бізге тапсырыс беруші, даяшылық жасатушы адамдармен бірге жұмыстаймыз. Содан компьютермен шыққан суреті бойынша сол жаңағы жиһазын өндіретін болғандықтан, негізі менің жиһазым жаман болып қапты, мынасын сөйтсем болатын еді, мынасын бүйтсем болатын еді деген сияқты ондай бір наразылар бола бермейді. Өйткені бұл өзін бірге осы жобаға жұмыстататын болғандықтан ондай бір көп наразылық кездеспейді бізге. Айлық жалақыны әрбір айдың 23 күні алып тұрамыз. Жұмысшылардың барлығы өзінің істеген жұмысына сәйкес процентпен жалақысын алады. Барлық жұмысшыларды жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отырған осы керемет мебель компаниясының директоры Нұрболат ағамызға алғысымызды айтамыз. Жалақыны уақытынан кешіктірген, бермей кеткен жағдайлар болған жоқ. Бүгінге дейін әрбір жұмысшының жалақысын толығымен уақытылы. Бізде болғанда жаңа заказ көп болатын жағдайда біздің жалақымыз да жақсы болады. Қазіргі бұл компанияда 9 отбасының адамдары жұмыс істейді. 9 отбасын жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отырған осындай өндіріс. Осында көмекші жұмысшы болып істеймін. Тапсырыс берген адамдардың жиһаздары дайын болған кезде оны үйіне жеткізіп орналастырып береміз дейді Шаймарданұлы Ерболат. Осы керемет мебельде биылмен 5 жыл жұмыс істеп жатырмын. Менің атқаратын жұмыс қасымдағы көмір жұмысшыларымыз ұқсап немес берген нәрселерді, кесіп өлшеуін алып берген нәрселерді ұқсырамыз. Оңғай зәкалы берген кісінің үйіне апарып көрілтін істеп, бәрін жинақтығып істеп беремін. Айлық жалақымызды уақытында аламыз. Айлық жалақымыз бір кешсе бір күн, 2 күн кешігеді, әйтпесе өзіміз бірақ уақытында аламыз. Осы өндірісте жұмыстағаныма жылға жоқ уақыт болды. Мұнда көп нәрсе үйреніп, шамамның келгенше жұмыстап жүрмін дейді Қардыбайұлы Сәулет. Қардыбайұлы Сәулет болам. Осы мебельде жұмыстағалы жылдай болып қалды. Жақсы жұмыстап жатырмын, үйрендім. Алғашқыда емес, жақсы болып қалдық. Осы мебель көрім жақсы мебель. Тапсырыс беретін кісілер болса, есігіміз ашық. Жұмысты жақсы атқарамыз, мысалы. Көргілтіге барғанда да кісілердің көңілін қалдырмай, үйіне қойып беріп, шкафын тазалап, қолмен істейтін деген ондайлық ауысарым болды. Қолмен істейтін жұмыс жоқ, апарып тасып кіргізгенін басқасы. Бәрін аспаппен істейсің. Бірақ аспаппен. Ауыл үй арасында орналасқан керемет атты шағын мебель өндірісінде өндірілген түрлі үй жиһаздары сапалы материалдардан жасалатындықтан халықтың оған деген сұранысы да арта түскен. Ауа райының болжамы. Желтоқсанның 9 күнгі 20 сағаттан 10 күнгі 20 сағатқа дейінгі бір тәуліктік ауа райының алдын ала мәліметіне қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде ауыспалы бұлтты, күндіз өлкенің ауданды бөлігіне қар жауады. Жел батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Күндіз желдің жылдамдығы күшейіп, тау жоталарда қарлы бұрқасын болады. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 15-тен 20, күндіз 6-дан 11 градус суық болады. Өлге қаласы маңында ауыспалы бұлтты, күндіз қар жауады. Желдің жылдамдығы батыстан 5-тен 10 метр секунд. Ауа температурасы түнде 12-ден 14, күндіз 7-ден 9 градус суық болады. Желтоқсанның 11-нен 15-не дейінгі 5 тәуліктік ауа райының алдын ала мәліметіне қарағанда, айдың 10-нан 11-не қараған түні өлкенің ауданды бөлігіне, 11 күні күндіз кей жерлерге қар жауады. Бұл уақытта желдің жылдамдығы кей жерлерде күшейіп, тау жоталарда қарлы бұрқасын болады. Басқа уақытта желдің жылдамдығы 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Барлық өлкелерде суық күшейіп, ауа температурасы түнде 22-ден 27, күндіз 11-ден 16 градус суық болады деп хабарлайды аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздер ағымдағы ақпараттармен таныс болдыңыздар.
Алтай сумынан сайланған аймақтық азаматтар өкілі құрылының депутаттары электр желісі басқармасының басшысы Арманбек Өсерханұлы және Алтай сумын әкімінің орынбасары Адалбек Озатұлы кешегі күні өздері сайланған аумақтың сайлаушыларымен кездесу өткізіп, бір жыл ішінде атқарғаны жұмыстарын таныстырды. Кездесуге аймақ әкімі Заңғар Есентайұлы, аймақтық азаматтар өкілдер құрылының депутаттары Нұрғанат Қариұлы және Серік Кәләбірұлы, Алтай сумынының басшылары және тұрғындар қатысты. Кездесудің басында аймақ әкімі Заңғар Есентайұлы сөз алып, аймақта жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалар мен даму бағдарламалары туралы кеңінен ақпарат берді. Ол өз сөзінде аймақтық азаматтар өкілі құрылына сайланған депутаттардың халыққа есеп беруі бұрын болмағаны жаңа бастама. Бұл жергілікті басқарудағы ашықтық пен жауапкершілікті арттырады. Мені аймақ әкімі болып тағайындалған күннен бастап ағарту, халыққа түсіндіру және бұрынғы кемшіліктерді жою бағытында нақты қадамдары жасап келем. Әлеуметтік әлсіз топтарды тұрақты жұмыспен қамтуға басымдық беріп отырмыз. Алайда кейбір мекеме басшылары заңды сақтамай, ешбір сыналтусыз қызметкер тағайындау фактілері кездесіп жатыр. Бұл өте өкінішті жағдай. Мұндай қайшылыққа қатаң шара қолданылады деді аймақ әкімі. Өвөлжтэй байдлаа танилцуулж төр засмаа хэрэгжүүлж байгаа ажлын дадараас хийж байгаа ажлын дадаанд орж танилцуулгын зорилгоор энэ баг ажиллаж байгаамаа. За би одоо маш товчхон бодиттой хийж байгаа юмаа тулгурж байгаа асуудлыг бодиттой ярих хүсэж байна. Энэ бид ийм хийгээ хэрэгжүүлээ тэглээ ингэдэ бүх юм сайхан боллоо гэж хэлмээргүй байна. Яг бодиттой байгаа нөхцөл байдлаа бид хамтдаа хуваалцах ёстой. 8 жилийн дараа адсан мөрийг хөдөлгөөнийг ард иргэд тавхад дэмжиж баялагын аймгийг удирдуулах тул идэхэд хүлээлгэсэн. За бид аймаг удирдах эрхийг аваад энэ 23 төлөөлөгчтэй хамтарч ирээдүйдээ хийх бүх зүйлээ тодорхойлж төлөвлөж ажил хийсэн. Хамгийн гол зорилго маань зорилготой шинжилгээ, шинэ хандлагыг бий болгоё гэсэн ийм зорилготой дэвшүүлсэн. Энэ зорилготой байх нь үндэслэл нь сайн сонгогдсон 23 төлөөлөгчийн дотор бараг төрөлд ажилласан хүмүүс их бага. Би нэг байдлын газрын дарга, статуй дарга багшиг хамгийн удаан ажилласан бол цагсай битүүр байсан байна. Бус нь бол дандаа өөрсдөө компани удирдах, өөрсдийн хүчээр, өөрсдийн ариун хөдөлмөрөөр хөл дээрээ бослын сайхан залуучууд байсан. Тийм учраас бид нэг зорилготой өөрчлөлт бидэнд боломж байна. Төрийн олон жил ажилласан хүмүүс эдгэрдэг. Зөвхөн төрийн төсвөр сэтгэдэг, тэрнээсээ өөрийнхөө амжилгаагаа дэвшлүүлэх гэж ийм хандлага бий болж бид эхнээсээ тийм замаар биш шинэ замаар замья гэсэн шинэ одоо хандлагыг сонгож авсан. Дээр нь улсаас аймагт хуваалж өгсөн төсөв гэж ирнэ. Тэгээд төсвийн мөнгийг урлаа барьцгаад тухайн аймгийн сумын хөгжлийг тэр хэмжээгээр боддог. За сумын төсөв одоо 500-600 сая төгрөг гэхэд Алтай сумыг бол 600 сая төгрөгийн дотор хөгжүүлэхээр хүмүүс сэтгэж ирсэн. Бид энийг эвдэж улсаас өгсөн төсвийг зөв бүр ашиглаад ард түмэнд чиглэсэн арга хэмжээнд зарцуулаад цаанаа өөрсдөө эрэлхийлж өөрсдөө зүтгэж төсөл гадаадын хөрөнгө оруулалт хувийн хөвшлийн хүмүүсийн мөнгийг ашиглаж өөр замаар хөгжих гэсэн юм шинэ хөгжлийн замыг сонгож авсан. Тийм учраас бидний бүтэн жилийн ажил бол засгаас өгсөн хэдэн төгрөгийн эргэн тойронд биш гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх, төслөөр хөгжих гэсэн шинэ хандлагаар ажиллаж ирлээ. Эхнийх нь бол үлдэн өгч байна. Тэрний нэг тод жишээ нь Баян Үлгэн аймгийн урд нь Үлгэн сум ч одоо том хот шүү дээ. Үлгэн сумын үед бол бас нэг гадаадын байгууллагатай гадаадын засаг захиргааны нэгжтэй холбоо тогтоож ажил үзсэн. Сумудаас анх танаас өмнө залуучууд санаачлж Турк улсын хөрөнгө оруулалттай холбоо тогтоож чадсан. Тэр хүмүүс ийж тавх амьдралаа танилцсан. Дараа нь би бас танай аймгийн удирдлагуудыг төлөвшөлтийг дагуулад Турк улсад яваад. Тэгээд бид нар аяд дугаад яваагүй. 4-5 хоног үнэхээр завгүй 4-5 одоо чухал хотуудаар аялж
бас ирээдүйдээ хийх зүйлээ эхний сан цаашлын тодорхойлоод ирсэн. Энэ ирээдүйдээ үрдүн гарна. Аймақтық азаматтар өкілдер құрылы депутаты электр желісі басқармасының басшысы Арманбек Өсерқанұлы соңғы бір жылда атқарылған жұмыстарды атап өтті. Ол электр жүйесінің тозығы жеткен бөліктерін жаңарту, тоқ жетіспеушілігін жою, шұғыл жөндеу бригадаларының жұмысын пәрмендендіру, қыстың ауыр кезеңіне дайындық, алдағы ірі энергетикалық жобалар жөнінде жан-жақты ақпарат берді. Сонымен бірге Алтай Бұйынты бағытының электр қуатын арттыру бойынша жүргізілген зерттеудің нәтижесінде аймақтың энергетикалық қауіпсіздігін күшейту мүмкіндігі туғанын атап өтті. Бид хоёр ямар ч гэсэн амлснаа биелүүлэх гэсэн уриатай явж байгаа. Амлсан бол хий гэдэг л ийм л бодолтой уриатай явж байгаа. Тийм учраас аль болох бид нар бага амлж ихийг өсөж хичээж яваа. Тэгээд таавхны дэмжлэгээр өнөөдөр бид сонгогдож өнөөдрийн ажил хийж байгаа ажлуудынхаа товчхондоо засаг дарга танилцуулаад явчлаа. Тэгэхээр таавхэндээ дахин баярлснаа таларснаа илэрхийлье. Бид нар бол шударга ёсыг эрхлэн гэж байгаа. Шударга ёсыг бид нар одоо энэ сумаасаа одоо бид нар амлснаа ерөнхийдөө биелүүлээд эхэлж байгаа. Цаашдаа бид нар энэ хүмүүсээс хариуцлага нэгж энэ тухайн бүс нутагт ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа хүмүүст нь одоо амьдралд нь тус нэмэр болох ялангуяа энэ ажил үйлдлийн асуудал дээр нэлээд анхаарч ажиллая гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр энэ манай суман дээр авилгал гэдэг маань хэрэгс гэтэрч байгаа. Ялангуяа энэ цэцэрлэг болон сургуулийн удирдах байгаа хүмүүсийн дунд аягүй их яригдж байгаа. Энэ асуудал дээр бид нар нэлээд анхаарч ажиллах гэж бодож байгаа. Одоо энэ томилогдоод хэдхэн сар болоод өмнө нь байхгүй байгаа оронтойг бий болгож 8 хүнийг ажилд авч гэж хаанаас нь гарч байгаа оронтой гэдэг би бол гайхаад байгаа. Энэ дээр энэ сургуулийн захирлаар бас онцгой анхаарч бидэрт бас хариу өгөх байх энэ ард түмний дунд. За цэцэрлэгийн эрхлэгч гэдэг нөхөр аймаг руугаа шинжиж яваад буцаж ирээд дахиад 4-5 хүнийг ажилдаа болцсон гэж байгаа. Энэ оронтой байхгүй байсан оронтой бас хаанаас гарч ирв гэдэг би гайхаж байгаа. Одоо энэ мэргэжлийн байгууллагуудаас тодруулж асуухад энэ оронтой байхгүйсэн гэдэг чинь янз бүрийн хариулт өгдөг. Тэгэхээр энэ хүмүүс бас таавханд бас хариулт өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар шалгуураар ажилд орж байгааг би бас гайхаж байгаа. Ямар шалгуур тавиад энэ хүмүүсийг ажилд авч байгаа. Тийм учраас энэ сургуулийн захирал бол эрхлэгч энэ дээр онцгой анхаар энэ сумын удирдлагуудтай хамтарч ажил ард түмэн та нар өөрсдөө ардын заах ёстой. Та нар өдөр болгон энэ хүмүүстэй очиж тэр оронтой ямар оронтойд ямар хүн авч байгаа гэдгийг та нар бол хянах ёстой. Сая засаг дарга хэлж штэ. Одоо энэ нийгмийн хүрээнд гаргасан захирамжийн биелэлд таарах юм байгаа гэдэг. Одоо ийм хүмүүсээс болоод энэ ажил явахгүй байхгүй. Ийм шударгуус ажилдаг, ямар нэгэн шалгуур үзүүлдэггүйгээр хүмүүсээ ажилд авдаг, хамаатан саднаа ажиллаулдаг ийм байдлаас. Одоо миний ч бас хамаатан садангууд энд байна. Бүгдээрээ миний хамаатан садангууд. Ажилдаа оруул гэд миний хоёр дүү намайг бас шахаж байгаа. Би аргаа бариад энэ колонк нээж ажиллуулж байна. Энд ажил гэдэг чи ийм юм аа гэдэг. Ингэж ажиллах ёстой. Тийм учраас заавал энэ төрд байгаа хэдэн оронтон дээр бид нар 100-200-аараа ойчрож суух биш. Өөр ямарваа нэгэн ажлын байр, саяны хөрөнгө оруулалтаар бий болж байгаа ажлууд дээр бас одоо тухайн сонгогдоод ирж байгаа компаниудтай бид нар бас ярилцаж тэндээ бас таавхныг ажиллуулах ёстой шүү. Энэ дээр бид нар бас хааш анхаарыг таавхан бас хяналтаа сайн тавих ёстой шүү. Тэгээд бид хоёрыг бас тайлангаа бас товчхон манай Адалбек бас одоо танилцуулчихна. За өнгөрсөн жил яг 1 сарын 5-ны өдөр аймгийн засаг дарга болон бүрэлдэхүүнтэй бүгдээрээ таавхан дуулцахтаа бас энэ 2 сайхан хүүхэдтэй би бас нэг амлалт өгсөн байсан. Одоо байшин барилгатай байртаа болгож өгье гэдэг. Тэр амлалтаа бас биелүүлээд энэ сайхан байрыг бас барьж өгсөн. Нийтдээ 50 м квадрат 3 өрөө байр. Одоо ер нь бол орчин үеийн бүх асуудал шийдэгдсэн гэж үзэж байгаа. Одоо Гүнэс хааны Жарлинбек гэдэг миний дүү бас энийг барьж өгсөн. Одоо хөрөнгөний одоо эмгдээ манай одоо юу ах トゥ хамаатан садангийн дэмжлэгээр ингээ баригдсан гэж ойлгож байна. Тэр бол цаашдаа нэг айлыг нэг байртаа болгох гэсэн бас өөрөө ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо 2026 онд бас ийм амьдралтай бас ийм хүмүүсийг бас байртаа болгохын төлөө ажиллана. За хоёрдугаарт нь сонгогдсноос хойш аймгийн засаг дарга бас итгэл бүлээлгэж намайг сахилгаан шугамлалын газрын даргаар томилсон. Энэ томилогдсноос хойш бас тодорхой дөрвтэй ажлууд бас хийгдэж байгаа. За үүний нэг нь саяны засаг дарга маань хэлсэн. Эрчим хүчний яамны сайдын тушаалаар 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй
ажлын хэсэг ирсэн сая. Энэ ажлын хэсэг ямар учиртай ирсэн вэ гэхээр бүх аймгийн цахилгааны ажлын шинжилгээний ажлын зургийг ихээр ирсэн. За тэгэхээр газар дээр нь бүх сумдуудаар манай дармын инженер ахалж бүх сумдуудаар яваад зургийнх нь одоо бүх тэмдэглэгээ хаана ямар зураг хийх үү, ямар хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх үү гэдэг бүх одоо ажлын судалгааг нь авсан. Энэ хүмүүс 7 хоног ажилласан, 7 хоног ажлаас өнгөрсөн 7 хоног буцсан. Тэгэхээр удахгүй тэр хүмүүс зургаа гаргана, зургийнхаа дагуу хаана хүндрэлтэй ямар асуудалтай байгаа гэдгийг тодорхойлж, тэгэхээр эхний ээлжинийг 5-аас 10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг ямаас шийдэгдэн гэсэн одоо мэдээг бидэнд жангаул гişүн дуулсан байгаа. Энэ ажлын хэсэг бас жангаул гişүн ахалж ирсэн жангаул гişүнтэй бас зумзунгаа уулзаж ярилцаж одоо үндсэндээ энэ асуудал ер нь бол нааштай шийдэгдэж байгаа. 2025 жылдан 2026 жылдары сумынға бөлінген бюджет қаржысы мен жобаларды таныстырды. Алтай сумында биыл және алдағы жылдары атқарылатын бірнеше ірі жобалар қаржыландырылып отыр. Мәселен, мемлекеттік бюджет есебінен 150 орындықты жаңа балабақша құрылысына 5 миллиард төгрөг бөлінген. Ал жергілікті бюджет арқылы жүзеге асқан жұмыстары мыналар. Сақсай Бұйынты Алтай бағытындағы автожолдың техникалық экономикалық негіздемесі және жобалық құжаттары 350 миллион төгрөг. Алтай мектебінің түскі ас асханасының жаңа құрылысы 440 миллион төгрөг. Денсаулық сақтау орталығының ішкі жылу жүйесін жаңарту 93 миллион төгрөг. Осы орталыққа жаңа медициналық құрылғылар мен тіс аппаратураларын сатып алу 100 миллион төгрөг. Мәдениет орталығын күрделі жөндеу 75 миллион төгрөг. Балалар саябағын жөндеу 47 миллион төгрөг. Сұмындық моншаны күрделі жөндеуден өткізу 47 миллион төгрөг. 3 және 5 бақтарға терең құдық қазу 70 миллион төгрөг. Қаракөл бағына ұялы байланыс желісін орнату 100 миллион төгрөг. Өткен жылы жалпы бөлінген қаржы көлемі 1 миллиард 322 миллион төгрөгті құрайды. Ал енді алдағы атқарылатын жұмыстарға тоқталсақ, Алтай сумында 150 орындық жаңа балабақша құрылысы жалғасады. Сақсай Бұйынты Алтай бағытындағы асфальт жолдың жобалық құжаттары толық дайындалады. Жалпы білім беретін мектептің жаңа асханасы пайдалануға беріледі. Қызылқия бағында көпір салынады. Сумын орталығында 3 жаңа артезиан құдығы іске қосылады. Алтай бірінші мектебінде дзюдо залын ашу жоспарланған. Сонымен қатары Алтай екінші мектебінің жатақханасы жөндеуден өтеді. Екінші балабақшаға жаңа құрылғылар беріледі. Ал бірінші балабақшаның электр жүйесі 380 вольтқа көтеріліп, қайта қосылады. Сонымен бірге энергетика министрлігі Алтай Бұйынты сумынының электр қуатын арттыру мақсатында арнайы зерттеу жүргізді. Зерттеу нәтижесінде аймақтың энергетикалық қуатын кеңейту үшін 5,5 миллиард төгрөг қажет екені анықталды. Бұл Алтай мен Бұйынтының келешектегі тұрақты электрмен қамтылуын қамтамасыз ететін маңызды жоба болмақ дейді аймақтық азаматтар өкілдер құрылының депутаты Алтай сумыны әкімінің орынбасары Адалбек Озатұлы. Арманбеке төлегіш бит хоёр Алтайд соңғысына нежілен құтсанд ямар әжіл кейсін бе әнеге ардердет елтот тәнілсоны ардердетті өр бәйіргетті өтінес үнетір пәдеге құрда кей жағама әмге засығдар қос ерджуән ерк барчаға намын ғұбд тұлғымдыса содыл олым бән әжден бәрін әмзігі бүлгеқнек негмен доғдалғыны ол қамыр ол чатық қойын сумиға өдірдіғе ғұбд сумиға бәғылден дарын артыға қамтырша чатық қойын әнег ол илтот артын бінер хелкін сөйтегі жүзічіна еғадығы энэ қамтырша чатық қойгес болч бедері ажыл тасан дорчаға асудыл бәна әмгес холбут ямар ажил бән бүгдийг мана әмден засығдар бұқталасын демші жуақ сай тауғын қарсын бақ бедері негізінен құтсанд олын әжілуді кергішкер жуысын әнеге екнес негдегерін тән солия. Кездесуде жергілікті тұрғындарда сөз алып депутаттардың атқарған жұмысына оң бағасын берді.
Сонымен бірге мектеп, балабақша, аурухана қызметінің сапасы, жайылым тапшылығы, жұмыссыздық және қасқырлардың малға шабуылы сияқты өзекті мәселелерді көтерді. Багшаажтууд хугацаанд саяхан авч чадхаа байлаа. Туршилгаа 12 сарын 2-нд орсон. Оростод дутуу орсон. За энд санхүүжилт дутуу ирж байгаа гинэ. Санхүүжилт дутуу ирж байгаа юм бол хаанаас ирж байгаа? Тэр багшаажт бүгдөө саяхны зээлтэй хэтрээд бүгдөө хэцүү байгаа. Энэ саяхныг нэг тал болгож өгөөч. Нэг хэцүү байгаа бүгдөө надад. За хоёрдугаарт бол энэ минь алдаа бит хоёрын хооронд бол зам гэдэг чинь болохоо байлаа. Энэ хороо болчлоо. Энэ асуудлыг бол бит сум шийдээд байгаа юм л да. Орнол хөгжлийн сангаар алдаа сум ягаад шийдэж болдгоо. Жидний хаяр орнол хөгжлийн сангаар заавал аймаг хийхгүй. Энийг бас сумын хөтөлбөр бас анхаарал тавих хэрэгтэй болж байгаа. Мен болгондо сол 800 метр жерге тоқ керек болып тұр. Тоқ тартып берсеңіздер дегенде 800 метр жерге тоқ 5 үйіміз соған жарықты болғызып беріңіздер деген тілекте айтып тұрмын. Бұқаралық жиын бастығымен біздің халықтың жағдайы басқа уақыттардан қарағанда өте ауыр. Біздің халқының жарты халқы тоқта болғанмен жарым халқы тоқта жоқ. Өте жақын жерлерде тоққа тартатын мүмкіндігі бар, жағдай бар. Және бір азамат айтып кетті. Сондай бір жарым ауылдарға, мына Арманбек ауылымызға тоқ тартып берсеңіздер, осындай халыққа қарай берсеңіздер, игі істеп жатқан істеріңізге халық енді біліп отыр. Жұмыстарыңыздан табыс тілеймін. Қалда мал бағамын, енді мына малшы қауымға түк жағдай жоқ. Мына ит істеген нәрсе өте күшейіп кетті. Қасқыр деген енді бүкіл малдың досы адамнан қасқыр мол жейтін болып кетті. Тек 6 айда ит ату үшін 9 ай теңге бөлінеді екен. Ал итті ат деген заң жоқ, қасқырды ат деген заң жоқ енді. Содан мына итке 9 ай бөлінеді, осыны молайтып, қасқырға да бөлсе деп ойлаймын. Мынау енді бүкіл жылқыны тауысты. Қыстай таң атқанша қуады, таң атқанша терілдейді мал. Қой да сол енді. Қасынан қалмаймыз. Енді осыған кітей демеу болса деймін. Одан кейін айтайын дегенім, бізде енді ол қыздың халқы болғаннан кейін жаңа бүкіл жұмыста біз шаруамыз жоқ, енді ол халық өзі біледі. Біз емізге келеміз. Емізге келсек, алақанда қағаз жазады, көлетті, тісің болса аузыңды аш дейді, ашамыз. Сонан кейін аймаққа кет дейді. Аймаққа барамыз. Аймаққа барғанда біз ана аймақтың емізгісіне кіргенде қай жер екенін білмейміз, не тіл білмейміз. Сонан оның ішінен адасамыз. Оны танитын кісіміз де жоқ бізде. Сонан біздің сұмында тек емізгіде 30 кісі жұмыс істейді. 30-ның 10 кісі екемші. Ал осы екемші не істейді? Бұл мына жаңа шыққан далыдан да бұл сол бәйі. Сол енді бүкіл емші кітей жаңа тістікі деп жатыр. Мысалы біз тіс үшін, менің үй үшін осы мен 3 рет аймаққа түстім. Не кешеде сен жазып берді, сен аймаққа кет андағын деп. Барған екен аймақтың емшісі жоқ, 3 күн дейді. Бізде жататын үйімізде жоқ, олға қалың ақшамызда жоқ. Мысалы жаңғыз тіс үшін андағында түкті жоқта мен емшіге барған екен, созған емшіге бар депті. Сол мен 3 күн қалып жатыр мысалы. Осыған кітей халықтан еместе жаңа ит күшісі екеу енді бізде қыздың халық үшін. Басқасы кем жоқ енді. Мен көп балалы отбасымын, өкіметтен кіретін кірісім жоқ. Толамның 60.000 теңгесін алам, бір баланың ақшасы. Осымен мен бір жұмысты болдырып берулеріңізді тілеймін. Мына шыққан депутаттар сіздерге қол ұштарыңызды созып беріңіздер деймін. Осы менің тілегім осы. Жиын соңында аймақ әкімі Алтай сумындағы мектеп пен балабақша басшыларының сыналтусыз қызметкер қабылдау фактісін тоқтатуды, заң мен стандарттарды қатаң сақтауды тапсырды. Сондай-ақ 2160 пәтерлі тұрғын үй құрылысы, 30 мегаваттық электр жылу станциясы және Жапонияға жұмысқа жіберу бағдарламасы арқылы жұмыссыздықты азайту бағытында нақты шаралары атқарылып жатқанын айтты. Репортажды әзірлеген тілші Қуат Уатқанұлы.
заман өткен беттен дәурен ай. Сағындым қойлауылдың таң шуағын сәулем ай. Түтіні шұбатылып жерге шөккен дәурен ай. Ауылдың дәмін, жайлаудың сәнін сағындым сәулем ай. Сағындым сәулем ай. Өтеді дәурен ай. Баталы шаңырақтың отын жаққан сәулем ай. Әжемнің ақ құртының дәмін татқан дәурен ай. Сағындым қара шалды домбырамен сәулем ай. Дәстүр мен берекенің әнін айтқан дәурен ай. Ауылдың әнін, дәстүрдің нәрін сағындым сәулем ай. Сағынтып сәулем ай. Өтеді дәурен ай. Жамырап бозылаған уылдаған сәулем ай. Оталы бозінгеннің үні қалған дәурен ай. Сағындым қойлауылдың алтын кешен сәулем ай. Шертіліп күлдебеде күйі қалған дәурен ай. Ауылдың дәмін, жайлаудың сәнін сағындым сәулем ай. Сағындым сәулем ай. Өтеді дәурен ай. Ауылдың әнін, дәстүрдің нәрін сағындым сәулем ай. Сағынтып сәулем ай. Өтеді дәурен ай. Сағынтып сәулем ай. Өтеді дәурен ай. Құлақтандырулар. Аймақтық азаматтар өкілдері қорының төрағасы Бегарс Алданышұлы, аймақ әкімі Заңғар Есентайұлы және аймақтық азаматтар өкілдері қорының өкілдері Ержан Нұқсатұлы мен Бақытбек Дөрбетқанұлы желтоқсанның 10 күні 13 сағатта Бұлғын сұмыны мәдениет орталығында тұрғындармен кездесу өткізеді. Жергілікті тұрғындарды көптеп қатысуға шақырамыз. Сағанұр қалашығына жылумен қанымдап отырған Нұрдуман компаниясы жылу бағасының қосылуына байланысты қалашық тұтынушыларынан пікір алуда. Пікірді аймақтық энергетика үйлестіру кеңесіне келтіру керек. Қаулы жобасы қалашық әкімшілігі ғимаратының ақпарат тақтасына ілінген. Пейсимол электрон тауарлар дүкені жаңа жылдың кезекті ең үлкен жеңілдігін жариялайды. Жеңілдікпен сатып алып төленген соманың 5% мөлшеріне қалаған сыйлығыңызды таңдап ала аласыз. Әлемге әйгілі сапалы брендтер біздің дүкенде ауқымды таңдаумен әрі қолжетімді. Лизинг шарты бұрынғыдан да оңай. 8-ден 12 миллион төгіркке дейін алдын ала төлемсіз, сол жерде лизингке рәсімдеп, тауарыңызды бірден алып кете аласыз. Жаңа смартфондар мен компьютерлер жаңадан келді. Мекен жайы Тірлік базарынан көпірге қарай жол бойында
Хэппи Таун 2 тұрғын үйінің 1-ші қабатында. Дайынның Қасқырдара Ыдық ойық жайлауынан 2 ақ сары тайынша. Құлағының арты ойық енді 2 құнажын, құлағында ақ жібі бары дөнен қарала бұқа, барлығы 4 тұяқ сиыр жоғалды. Көрген білген адам болса 89 36 31 06, 88 36 50 71, 95 14 73 64 телефондарына хабарласыңыздар. Мол мөлшерде сыйлығы бар. Теңгілтранс компаниясының заманауи талаптарға сай толық жабдықталған, демалып отыруға ыңғайлы 28 орындықты интернет жүйесіне қосылған VIP автобусы әр аптаның 2-ші, 4-ші, 5-ші, 7-ші яғни сейсенбі, бейсенбі, жұма, жексенбі күндері түскі 15 сағатта Өлгейден Улан-Батырға, Улан-Батырдан Өлгей бағытына тұрақты жүргінші тасымалдайтындығын хабарлаймыз. Сондай-ақ әр күн сайын Теңгілтранс компаниясының қажасында Улан-Батыр бағытына студенттердің азығы және қосымша жүк қабылдаймыз. Байланыс телефондары 99 51 00 21, 99 22 00 15. Қазанама. Бақты Керімұлы Мизамқан 1938 жылы Делюн сұмында дүниеге келген. Делюн сұмындағы 7 жылдық орта мектебін 1956-тан 1960 жылдары Улан-Батыр қаласындағы ауыл шаруашылығы техникумын есепші мамандығымен тәмамдаған. Алғашқы еңбек жолын Ұпс аймағынан мамандығы бойынша бастайды. 1962 жылдан аймағымыздың Алтай, Бұйынты, Сақсай, Делюн сұмыны бірлестіктерінде есепші, 1985-тен 2001 жылға дейін Бұғыты сұмыны бірлестігінде есепші, сұмындық салық бөлімінде инспектор қатарлы қызметтерді 40-тан астам жыл атқарып тұрып, 2001 жылы зейнет демалысына шыққан еді. Мизамқан қаржы саласында 40-тан астам жыл жұмыстап, еліміздің қаржы саласының өркендеуіне өз үлесін қосқан қаржыгер қария. Сондай-ақ елімізде алғаш өрбіген демократиялық қозғалыстың алғашқы қарлығаштарының бірі болды. Еңбегі бағаланып, 5 жылдықтары еңбек ектінісі белгілері, қаржы саласының озат қызметкері, салық басқармасының құрмет белгісі, халық төңкерісінің мерекелік медалдары, демократиялық партияның аға қайраткері төс белгісі, алтын жұлдыз және 2 мәрте еңбек қызыл ту ордені, демократиялық партияның бостандық ордені, тағы басқа көптеген құттықтау хат, құрмет грамоталарымен марапатталған. Ол кісі 1961 жылы мол құрулы Әлімхан қызы Кәлимамен отбасын құрып, 10 бала тәрбиелеп өсіріп, ұлын яға, қызын қияға қондырған адал жары аяулы әке болды. Бақты Керімұлы Мизамқанның өмірден өтуіне байланысты бала-шаға, ағайын туыстарына, марқұмның жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас болсын деп көңіл айтамыз. Ертеңгі берілетін жетілік науқаны қабыл болсын. Марқұмның жарқын бейнесі, адамгершілік қасиеті жадымызда сақталатын болады. Бұғыты сұмыны азаматтар өкілдері құрлы, сұмын әкімі іс басқармасы, сұмындық қариялар комитеті. Науқан қабыл болсын. Жарболат Тәйтікеұлы Нұрқаш марқұмның жетісі ертең желтоқсанның 10 күні Өлгей сұмына 13-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Әке шешесі Тәйтіке, Қазира және ағайын туыстары мен әпеке жезделері. Солтанұлы Өмірзақ марқұмның 1 жылдығы ертең желтоқсанның 10 күні Байнұр сұмынындағы шаңырағында беріледі. Анасы Шомай Зайыбы Мағила, балалары Төлеуқан, Қажымқан, Айып, бауырлары Байұзақ, Әузақ, Өмірбек, Мүшелбай, Өміртай, Насын, Құрметбек және қыз күйеу балалар мен ағайын туыстары. Бақыт Керімұлы Мизамқан марқұмның жетісі желтоқсанның 10 күні
Боғытысы мұны қату бірінші бақ Қожырт қыстауындағы шаңырағында беріледі. Балалары Дәулен, Мұрат, Мая, Ричат, Ойын, Марат, Алтынгеріл, Күлшаш, Бауыржан, Жәнібек, бауырлары Ермек, Есенгелді және қыз күйеу балалары мен келіндері, ағайын туыстары. Молдақанұлы Жәнейхан марқұмның бір жылдығы ертең желтоқсанның 10 күні сәрсенбіде 13-ші бақтағы жиені Аманбектің шаңырағында беріледі. Әбеке жезделері Әбділ, Аққаз, Мәлкей, Қозбай, ағасы Қызыр, қыз күйеу балалары Қуандық, Йолка, келіні Жамбота және немерелер мен жиендері. Қинаятұлы Салахият марқұмның бір жылдығы желтоқсанның 11 күні бейсенбіде өлгей сұмына 3-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Зайыба Зукан, балалары Ғарифулла, Рахметолла, бауырлары Дәмдін, Қамалият, Жекей, Семей, Сыдық, Нұрлан, Нұрқадыл, Ерқадыл, күйеу балалары Өркен, Тілек, Серік Мұрат, Естай. Қабар айтамыз. Өлгей сұмына 9-шы бақ тұрғыны Шеруші Ожығырулы Үйсбек қызы Сабақ 79 жасында науқастан бүгін қайтыс болды. Марқұм Сабақ айдың 11 күні бейсенбіде өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы балалары Нұрсақан, Құдагелді, Құдабай, Сабырбай, Тойлыбай, қайындары Байзауи, Шаймардан, Нұрболат, інісі Күмісқан, күйеу балалары Елеуқан, Қуандық, Амантай және қыз келіндері мен ағайын туыстары. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.